видео выходит при поддержке титульного партнера чемпионата, Кубка, Суперкубка и сборной Казахстана компании Олимбет. Спасибо, Олимбет, что поддерживаете футзал Казахстан и футзал в Казахстане. Ортаға ойысты қазір қақпаға соққы бағыттауға болады. Есеп 1-0. Қарағанды бұл кездесудегі алғашқы голын соқты. Қонақтар 11-ші минутта осылайша кездесуде алға шығып отыр. Георгий Захаренко. Команданың 22-ші нөмірі алыс бұрышты тамаша көздеді. Футболдан біраз тәжірибесі бар екенін білеміз Георгий Захаренконың. Кейін футзалды таңдаған. Және алыс бұрышқа Захаренко тамаша соққы бағыттады. Ал бұл ретте Мұңайтпас Қозылов құтқара алған жоқ. Қарағанды болса екінші голы артынан кірді. Тағы да Захаренко. Бірінші гол Астананы біраз есеңгіретіп тастаған секілді. Кейін міне Захаренко әлі еше алмай жатқан Астананың қақпасынан тағы да саңылау тапты. Бұл жерден де қателік. Оңбай қателескен Астана ойыншылары. Шацкиді бізге режиссерлар көрсетіп жатыр. Әрине көңіл күйі жақсарып қалған шығар. Бекзатты Хайрушевте керісінше көңіл күйі нашарлай түсті. Бұл ретте Ерсултан Тәжімұқанов оңбай қателескен. Допты қарсыласқа сыйлай салды. Сол сәтте Мұңайтпас Қозылов. Хорошо, на перехвате действуют карагандинцы. Опасная атака и 3-0. 3-0. Как же неудачно играет Мұңайтпас Қозылов здесь. Ну и отмечаем удар Елдоса Шарафинова. Для Елдоса этот гол становится 11-м в сезоне. Если мы не берем в расчет Бурханова, то Шарафинов лучший. Лучший в составе Караганды по забитым голам в чемпионате. И тайм-аут. Созылып келе жатыр. Ал Қарағанды соңғы 4 матчында жеңілді. Каспийден 2 рет, Аяттан 2 рет жеңілді. Жалпы соңғы 10 матчта міне есеп 4-0. Тұтқышев гол соқты. Осылайша Қарағанды Астананы тасталқан етіп жатыр. Руслан Тұтқышев та қанжығасын майлай алды. Астанаға дәл қазір екінші таймда 5-ші ойыншыны шығарып бір камбэк жасауға тырыспаса Өмірзақов қателескен болатын. Баспен 7 пайға озып тұр. Ал елордалық команданың мақсаты соңғы орынға түсу емес, 8-ші орынға шығу болатын. Яғни Астана Жетісу немесе Шымкент секілді командалармен бәсекелесіп жатқан жоқ. Олардың бәсекелесі Қарағанды, олардың бәсекелесі Бәйтерек Қайраттан жеңіліп қалған болатын. Сондықтан да елордалық ұжымның қазір жақсы мүмкіндік. Және Кошкин есеп айырмасын қысқартты. Астананың капитаны тәжірибелі ойыншысы осылайша әуелеп ұшқан допты тамаша қақпаға бағыттай алды. Ал Рушинас бұл ретте командасын құтқара алған жоқ. Үміт бар. 1-4. Кошкин допты жерге түсірмей бірден соққы жасаған болатын. Бұл Кошкиннің чемпионаттағы 6-ші голы болды. Сол басымдықты сақтап тұр. Астана қатарынан 14-ші матчта жеңілуге жақын. Міне жақсы мүмкіндік. Астана гол соқты. Есеп 2-4. Бұл команданың жарқы жұлдызы Бердалин. Ильяс Бердалин осылайша есепті 2-4 қылды. Соққы өте ыңғайсыздау, қолайсыздау позициядан жасалған болатын. Оң қанаттан тепті дегенмен Ильяс бұл жерде қақпаны тамаша көздеді. Александр Рушинастың команданы құтқаратын мүмкіндігі болған жоқ. Күшке салып тұрып тепкен болатын.